Әйел адам женский гормонын, сексуальный энергиясын қалай көтеруге болады? Тыңдандар, лайк қой, осы видео максимально бөліс. YouTube, Instagram, Telegramға тіркел. И сексуальность жоқ болса жаз кет. Бізде енді көбі әйелдердің проблемасы, біздің Қазақстан 90-95% әйелдердің көбі мужской гормон көпте, еркек сияқты дауысына дейін жуан. И көбінде мұрт бар, денесінен жын бар. Ол мужской гормон көбейгеннен. Первый очередь не істейсіңдер? Первый очередь А витамин ішесің, екінші Е витамин ішесің, сосын бар поликислота ішесің, сол витаминдерді ішіп отырасың. Оны қайдан аламыз дейді, аккаунт фотомнан астында менің жерім номері тұр, 875-664-2557. Сол WhatsApp-ына жазасыңдар да, осында керек деп. И еркектерге айтатын, әйел женский болу үшін көтеннен соға отыр көбірек. Сексуальный энергиясы көтенінде әйелдің. Приседание жасап отырыңдар әйелдер, көтендерін кәштелген сайын әйел адамның сексуальность көтерілді. Таңертең 10, кешке 10 айдап отырасын, каждый жұма сайын бір деп көтеріп отырыңдар. Эстроген женский гормондарын ұшты ма, сексуальный боласыңдар. Сочный боласыңдар, востребован боласыңдар. Востребован болу үшін жігіттерін, күйеулерін көтеннен соғып отырсын. Сол сияқты қайтейді жын сияқтан еркектер болып жүрмесің, көріп ап, әйелін көтен өшіні олай алмайсың, көтеннен соғып жүрмесің. Қатты соғам деп көтін тесіп жүрмесің. Олай істемендір. Сол сияқты ақшам чоп өткізесің болғанда. Сол сияқты әйел адамды еркектер біраз пожестче болыңдар. Өзіне тартып алың. Әйел адамның белінен ұстасан, эстроген дейді. Эстроген көтеріледі. Сол сияқты кейбір әйелдер оргазм алып кетеді. Сол сияқты біраз пожестче болыңдар. Әйел адамдар нежный болғандар, әйел адамның нежнысы мықтылығы. Нежный болыңдар, сочный болыңдар, мощный болыңдар.